Сәлем достар, мен бүгін сіздерге бал туралы айтатын боламын. Балдың адам денсаулығына әкелер пайдасы көп. Атап айтқанда, иммунитетті көтеріп, ағзаның физиологиялық қызметін, күш-қуатын арттырып, мидың жұмысын жақсартады. Сондай-ақ жүрек-қан тамыр ауруларына, бауырға, асқазан ішек жолдарына суық тиюге пайдасы зор. Әрине, сіз тұтынып жатқан бал бұл табиғи бал болу керек. Біріншіден, егер сіз түнде ұйықтар алдында бір шай қасық бал қабылдайтын болсаңыз, ол табиғи тынышталдырушы. Себебі бал мелатониннің түзілуіне өте үлкен септігін тигізеді. Ал мелатонин сіздегі стресстік жағдайды жойып, ағзаңыздың жақсы тыныш демалуын қамтамасыз етеді. Екіншіден, бал бұл майларды ертеді. Иә, дұрыс естідіңіз. Түнде майлардың еру процесі өте күшті жүреді. Балды майды ерту қабілеті бұл тікелей затты алмасудың күшеюімен байланысты. Үшіншіден, ал егер иммунитетіңізді күшейткіңіз келсе, бір шай қасық балға бір дана сарымсақты майдалап турап қабылдайсыз. Бір ай қабылдап, сіз керемет нәтижеге қол жеткізе аласыз. Ескерту: егер сізде тәттіге, балға аллергия болатын болса, қант диабеті бар болатын болса, балды қабылдауға кеңес бермейміз. Сіздермен бірге болған Гүлбану Ғанеқызы. Келесі видеода кездескенше.